Қалиев Ердәулет жазиралы Жаркент жерінің Үшарал атты ауылында қарапайым отбасы жайында әңгіме етпекпін. Ол отбасы менің отбасым, яғни Жұмабаевтар отбасы. Атамның аты Қали. Бала-шағасын несібесін 4 түліктің төлінен тапқан. Жазын жайлауда, қысын қыстауда өткізген еңбекқор жан. Ал апам Биқан өмір бойы атамның өмірлік серігі болып, бала-шағасын тәрбиелеп, үй шаруасын дөңгелетіп, ас суын беріп, тіршілік еткен аяулы жан. Атам мен апам отбасында 6 қыз бір ұл дүниеге әкеліп өсіріп жеткізді. 6 қыздан кейін ұл Қуандық менің әкем. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі деп атам қазақ айтқандай, әкем де ата жолынан алыс кеткен жоқ. Атадан қалған кәсіпті дөңгелетіп әкетті, тіпті сол шаруашылықты кеңейтіп дамытты. 4 түлікті бағып өсіріп, қора жайын жөндеп, қыстық азығын да өзі дайындайды. Әкем шаруа адамы. Заманның талабына сай шаруашылықпен айналысқандан кейін аз адамды болсын жұмыспен қамту үшін шаруа қожалығын ашып, егіншілікпен де айналысуды жөн көрді. Шаруашылыққа қажетті техниканы да өзі меңгеріп алды. Егістіктен мол өнім алып, мал бордақылап, мол табысқа кенеліп те жүр. Әкем өзінің өмірлік жиған тәжірибесін балаларына сіңіргісі келеді. Мені ылғи жанынан тастамай шаруашылықтың қыр-сырын үйретуге тырысады. Әке Асқар тау, ана бұлақ. Күйбең тіршіліктен шаршап келген гитарасын серік етіп, қоңыр даусымен ән салып, бәріміздің көңілімізді бір сергітіп тастайды. Атам үнемі айтып жүретін ақыл сөзі менің жадымда мәңгі сақталады. Ол менің өмірлік ұстанымыма десе де болады. Ер жігіт 3 таңдаудан қателеспеу керек. Ол мінер көлігі, мамандығы, өмірлік жары. Нашар көлік жолда қалдырады, керексіз мамандық аш қалдырады. Нашар әйел ұятқа қалдырады. Менің атамда, әкемде осы таңдаудан қателескен емес. Қазақта өте мағыналы сөз бар. Қисық қауіптан түзу кірпіш шықпайды деген. Әйелі жақсы еркектің қашанда абыройы асқақтап тұрады. Мен әкемді мақтан етем. Менің әкем жақсы адам. Әр қашанда бейіп көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам.